қазақ десең өзің етеді, негізі тойдың боларынан болатынысы қызық деген негізі бекер айтылмаған нәрсе ғой. Өзі той болатын болса үйде ремонт болады, болмаса үйді жаңалайсың. Аты жаңаламасаң ертең келген адамдар әлі тұр сол үй жаңаламапты деп айтады. Не әдет екен осы біз сол әлі тойдың заттарымен жүрміз. Әйтеуір күнде үзіп апталап біреуін алып келеміз. Әйтеуір ірі деген нелерін заттарын алып келдік. Өйткені бүгін үйдің кілемдерін жаңалайық деп үйге кілемдер алып келдік. Жаңадан жаңалайық деп, өйткені үйдің кілемдері кіреберістікі бәрі нелері өңдері кетіп қалған дейміз ғой. Кірген адамдарға ұятты деп кіреберіске деп осындай кілемдер жаңаладық. Енді мынау ескісі, қазір сіздерге жаңасын көрсетеміз. Тек бағалап кетіп отырыңыздар, жақсы күшті деп. Бұл мақтанған емес, әрине қуанышымды бөліссең еселенеді дейді ғой. Өзімнің қуанышымды сіздерге бөлісіп жатқан жайым бар. Жаман комментариймен бөліспеңіздер. Әрине әр қазақтың үйінде той бола берсін. Тек әрқашан осылай той деп шаршайық. Мына кілем біздің үйдің өңін ашқан сияқты. Мен просто жайып көрсетіп жатырмын сіздерге. Ертең әлі аналарды шығарамыз, әлі біраз шаруасы бар. Бірақ енді келе сала тек сразу жайып сіздерге осындай деп көрсетіп жатырмын ғой. Негізі әлі біраз шаруасы бар. Осындай өзіміздің бөлмемізге де осындай кішкене шағын кілем алдық. Қазақ өзі үйге қонақ келмесе қозғалмайтын қазақпыз ғой. Осы жерге де бөлмемізге аламыз деп жүргенімізге қанша күн, қанша жыл болды. Әйтеуір осы сәтін салып тұрған шығар. Әйтеуір бүгін бұйырып осыған алдық. Және де ұсақ түйек, ортаға перделер бәрін алдық. Оларды әлі талай іліп көрсетемін. Тойдың заттарын, той бастар, шашуын деп, сосын көрпелерді жаңалайық деп қолдан тігеміз. Мыналардың бәрін сырттарын қаптаймыз деп осындай көрпе қабын алдық. Және де душқа деп осындай кішкене коврик алды. Оны да ертең жайып көрсетемін. Просто тек енді базардан келе салып сіздерге мынандай алдым деп бәрі қуанышымды бөлісіп жатқаным ғой. Ал енді тек сіздердің қолдауларыңыз той құтты болсын деп маған тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.